كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Абдуллах хиджаб орталығына қош келдіңіздер, ішке кіре беріңіздер. Мен есімім Абдуллах болады, хиджаб саласында және де Құран мен емдеу саласында жұмыс жасаймын. Негізі не проблема сіздерде? Мына қызым эпилепсиямен ауырады. 3 жасында жүрді, 3 жасында сөйледі. Сонда бұл қызы қолын сипалаймын деген кезде бие тепкен ғой. Ұйықтап жатқан кезде уже судорогасы басталды. Қан жетіспейді, ұмытып қалады. Елестері көрінеді, тағы да басқа деп айтпай ма? Өз-өзіне сөйлеп, а деп шығыңқырап, бірдеңкелер айтып жылағысы келіп, деп талып қаламыз. Негізі қанша бала? 6 бала. Басқа ешқайсы балаларыңызда денсаулығына байланысты проблема жоқ па? Ағаңда проблема бар. Басы ауырады ағаңның, басы жарылған. Не жұмыс жасайсыз? Вокзалда от жағын. Не травма болды басыңызға? Касс екен. Өзіңіз не жұмыс жасайсыз? Үйдемін. Оңсы 6 баламен пенсияға шыққам. Қазір бірінші Құранмен ем жасап көрейік. Қолыңды қойып ал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Екеулердің армандарың бар ма негізі? Ата-анамды Меккеге апару, ләйләмдасып кетсін, ұялайық. Ұялайық дейсің ба? Сіздер қайда тұрасыздар негізі? Чілік Масақ, еңбекші ауданы. 6 баламен бірге жалдамалы пәтерде тұрасыздар ма? Квартирада ғой, сол 2 бөлмелі. Әр ананың арманы сол ғой, баланың жазылуы. Баспанамыз осы басымызда. Баспаналы болуды бәріңіз армандап отқан сияқтысыздар ғой негізі. Міне сол орайда сіздерге Харекет қорының артынан бисмиллах деп міне баспана. Міне Харекет қоры атынан сіздерге 1649 баспана. Біз бүйтіп ойлаған жоқпыз. Бірінші Алла, екіншіден сіздерге Харекет қорына 1000 бір алғыс. Өз баспаналарыңыз неге мына жақтан бастасақ болады. Өте кең қонақ күтетін бөлмелеріңіз бар. Жатын бөлмелеріңіз. Келгенде отырып көріңіздер. Қазақтың көрі. Балалар бөлмесі. Балалар кел, екі жігітке. Мына жақта сабақ орындайсыңдар. Қыздар. Екеуінің бөлмелері. Почта. Сендердің қуаныштарың ғой, біздің емес. Сендердің қуаныштарың болды. Енді бұл әтеміздің өзінің жеке офисі десек те болады. Дәмді ыстық тамақтарыңызды дайындап, Құдай қаласа мінекей. Балалардың автор жазса. Сіз үшін де болсын. Балдар үшін. Қуаныштымын, қуанышымда шегі жоқ. Үй керемет күшті екен. Бірінші Аллаға рахмет. Харекет қорында жігіттер, қыздарға рахмет. Үлкен сыйлық жасап жатыр. Ризамыз. Алла разы болсын. Қанша уақыт армандасыздар осындай үйлі болуға? 18 жыл. 18 жылдан кейін Алла бұйыртып міне жаңа баспанаға келіп отырмыз. Бірінші Аллаға, екінші Харекет қорында қыздар, жігіттерге 1000 бір рахмет басым деймін. Қуаныш сыйлап, аман есен жүре беріңдер. Харекет қорына рахмет және қазақ халқыма көп рахмет. Харекет халықтың қоры.